Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта біз collaboration деген сөзді өтеміз. Яғни біз бүгін осының мағынасын талқылаймыз. Жақсы. Ағылшынша the word collaboration means the act of working together with one or more people achieve common goal or produce something, a joint effort or partnership between individuals, group or organization. Яғни collaboration деген бұл адамдардың бірігіп жұмыс істеуі. Яғни бір мақсатқа бір нәрсені бірігіп істеуі. Мысал үшін бұны біз етістік ретінде қолдансақ, many group collaborated, яғни бірнеше адамдар бірге жұмыс істеді дейміз. Mesela ағылшын тілінде бұл жай ғана американдық тілде жай ғана біз collab деген сөз, яғни бірге жұмыс істейік деген сөзді білдіреді. Жақсы, енді осының мысалдарын айтсақ, their collaboration on the project led to great success. Олардың бірігуі, олардың ынтымақтастығы, олардың бірігуі, проектқа байланысты бірігуі үлкен жетістікке алып келді дейді, я? Бұл жерде олардың бірігуі, яғни жетістік бірігуі болып тұр. Жақсы, the two companies entered into a collaboration to develop new technology. Яғни бұл жерде collaboration бұл не болып тұр? Бұл зат есім болып тұр. Яғни collaborate десек бұл етістік болады, бірікті, ынтымақтасты, ал collaboration, яғни ынтымақтастық, яғни бұл зат есім, я? Абстрактілі зат есім. Яғни бұл жерде біз зат есімді көріп тұрмыз. Яғни collaborate бұл етістік, және де collaboration бұл зат есім. Бұл мысал түсінікті. Екі компания ынтымақтастыққа, яғни бір технологияны дамыту үшін ынтымақтастыққа кірісті, ынтымақтастыққа кірісті дейді. Collaboration between teachers and parents is essential for a child's education. Collaboration between teachers and parents. Бұл жерде осы бастауыш, яғни мұғалімдер мен ата-аналардың бірігіп жұмыс істеуі өте маңызды бала үшін, баланың оқуына дейді. Осылай аударсаңыз болады. Енді collaboration сөзі қай тілден енген? The word collaboration, бұл collaboration сөзі латын тілінен енген екен. Негізгі түбірі, негізгі қолданылған, яғни негізгі сөзі бұл collaborate сөзінен шыққан. Ол бірге жұмыс істеу дегенді білдіреді. Synonyms: cooperation, яғни cooperation, ынтымақтастық, partnership, teamwork. Яғни осы сөздер бұған синоним бола алады, зат есім ретінде. Антоним бұл енді білеміз competition, бәсекелестік, ынтымақтастық, бұның қанесі competition, isolation, яғни collaboration, that's бір нәрсенің бірігуі, ынтымақтасуы. Ал isolation, наоборот, бөлінуі, изоляциялануы. The conflict бұл қақтығыс. Ал жақсы, енді қорытындылай келе, collaboration бұл ынтымақтастық, яғни бірігу. Collaborate бұл бірігу, collaborating, яғни егер сен сөзде collaborate дегенді қолданған келсе, онда жай ғана бірінші I или you или he деп қолдана бер. I collaborated, we collaborated, the many companies collaborated on purpose of something. Ар жаққа кете береді. Осы сияқты collaborative сөзін солай қолдансақ болады.